Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 72-ші сабақ ботақан тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма. Жұмбақты шеш. Кезікті бір жануар, үстінде екі тауы бар. Мойны ұзын, көз үлкен. Бұл не? Өзің тауып ал. Әрине балалар, бұл жұмбақты біз оқыған кезде көз алдымызға елестетіп көрсек, әрине жұмбақтың жауабы түйе деп білеміз, иә? Олай болса, келесі екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Халық шығармасын түсініп оқы. Ботақан. Бұлта қандай ботақан, мамық жүнді майтабан, аққудай иіп мойыннан, маң-маң басып жайылған. Екі өркеші баладай, екі көзі танадай, шудалары жібектей, жез бидасы желектей. Сырмақ жабу жарасқан, сыр мінезі әдемі, мыңқ етпейтін момақан, осы біздің ботақан. Балалар, өлеңдегі бұлтақандай деген сөз томпиған деген мағынаны береді. Ал бидасы мұрындыққа байланатын жіп. Ал желектей дегеніміз желбіреп тұр деген мағынада. Үшінші тапсырма. Өлеңнен ботақанға қатысты теңеулерді теріп жаз. Балалар, бұл өлеңдегі ботақанға қатысты теңеулер бұлтақандай ботақан, аққудай иіп мойнын, екі өркеші баладай, екі көзі танадай, шудалары жібектей, жез бидасы желектей деген сөздер. Яғни бұл жердегі теңеу сөздер дайди, тайди жұрнақтары арқылы жасалған. Төртінші тапсырма. Теңеу сөздерді қолданып, ботақанды сипаттап айт. Ботақан бұлтақандай сүйкімді, оның мойны аққудай елген, екі өркеші баладай, ал көздері танадай мөлдір. Шудалары жібектей жұмсақ, өзі момақан, маң-маң басып жайылады, деп сипаттасақ болады. Келесі бесінші тапсырма кестемен жұмыс. Бұл жерде балалар бізде тапсырма берген, сол тапсырмаларға біз иә немесе жоқ деп жауап беруіміз керек. Бірінші сұрақ. Түйенің төлі бота? Иә. Екінші. Ала бота? Жылқы жейтін шөп? Жоқ. Түйенің сүті шұбат? Иә, дұрыс айтасыздар. Түйенің сүтін шұбат деп айтады, иә? Түйе сүтінен қымыз алынады? Жоқ балалар. Түйенің сүтінен қымыз алынбайды. Қымыз жылқының сүтінен алынады, иә? Келесі алтыншы тапсырма. Түйенің пайдасы туралы ізден. Тапқан мәліметтеріңді кестеге түсір. Түйе жүнінен жасалатын бұйымдар бірінші, екінші түйе сүтінен әзірленетін тағамдар, үшінші түйе терісінен жасалатын бұйымдар. Олай болса балалар, түйе жүнінен жасалатын бұйымдарға көрпе, одеял, шұлық, тоқыма жіп, киіз бұйымдар жатқызылады. Ал түйе сүтінен әзірленетін тағамдар шұбат, қымыран, балқаймақ және де қаймақ. Түйе терісінен жасалатын бұйымдар балалар әртүрлі былғары бұйымдар жасалады. Мысалы атап өтетін болсақ, сөмке, етік, белдік және тағы да басқалары. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпағайсыздар. Келесі жаңа сабақта кездескенше, сау саламатта болыңыздар.